түсіремін. Бұл білесіз ба бұның қайқа кететін? Генеральный прокуратураға кетеді, антикоррупционный агентствоға кетеді, Верховный сотқа дейін кетеді, прокуратураға кетеді, Министерство МВД-ға. Сіз қалай мүсәпірсін деп бүйтіп унижать етіп жүрсіз? 238 қазір мен айтпады демеңіз, осы жерге прокуратурадан адамды да, полициядан да шақырамын. Мен Адина Роза, Шоғырған тұрғынымын. Мен поштаның бастығы Смайыл Нұрлан. Август айында күйеуіме барып, бір жылқым жоғалып кетті, тауып берші деп көмек сұрады. Соны тауып келгеннен кейін ол кісі менің жылқымды бақ деп келістік отбасымызбен. Сосын кейін отбасымызбен келістік. Бір 600 жылқы 80 бас төлеймін деді 600-ге. Сөйтіп арада біраз уақыт өткеннен кейін 14 сиырын әкелді. Одан кейін 238 бас қойын әкелді. Сөйтіп жүргенде 4,5 ай өтіп, бізге ақшасын бермеген соң 8 күні мен апамды шақырдым. Бір 2-3 минутқа сөйлесіп, жаңағы үлкен кісі болғаннан кейін ол кісі поштаның бастығымен жылы сөйлессе, маған өзі беретін шығар ақшасын деп ойлаған болатынмын. Көмек сұраған болатынмын. Сіз білімдісіз ғой, үлкенсіз ғой, сіз айтсаңыз берер маған ақшасын деген едім. Ол сонда келген кезде бізге күш қолданды. Дұрыс сөйлескен жоқ бізге. Қайда барсаң, онда бар. Кімге айтсаң, оған айт. Менде прокуратурада таныстарым бар. Мынау әкімшілікте күйеу балам әкім. Қай жаққа барсаң, о жаққа бар. Бәр жерде менің танысым бар. РОВД-да, полицияда менің адамдарым бар. Менің айтқаным болады заң бойынша. Еш нәрсе шеше алмайсың деп бізге күш қолданды. Сенің қолыңда қолхатың жоқ. Жаңағы ауызша келісім шартпен еш нәрсе дәлелдей алмайсыңдар деп отыр бізге. Сол себепті біз прокуратураға, РОВД-ға арыз тастадық. Осы істі қаралуына. Бұл істің болғанына 1 ай, 1 апта өтті таза. Ешқандай іс қозғалып жатқан жоқ. Үйіме келіп, әрқайсы қысым көрсетіп жатыр. Арызыңды ала сал. Бұл бәрібір сен жеңе алмайсың бұл сотта. Бұл бай, адамдар таныс тамыры көп. Сенің тірлігің бәрібір болмайды, қоя сал деп әрқайсы қысым жасап жатыр. Мен өзіме қол жұмыстамақшыда болдым. Қысым көргеннен кейін бала шағамды ойлап қойдым. Қысым көріп жатыр мен поштаның бастығынан, ағайын туысынан, дос жараннан. Участковый инспекторы, мен ақшаңды алып берем, сен қоя сал, арызыңды ала сай дейді маған. Қанша балаңыз бар? 4 бала шағам бар. Олар түсуден ұялып жатыр ма? Иә, түсуден ұялып отыр. Ертең бәрі мазақтайды. Бұл мен видеоға шыққаннан кейін сен анаң бәлеқор деп сөйтіп, оларды неғып жатыр уже, оларға тиісіп жатыр да. Сіз бәлеқорсыз ба әлде? Жоқ, мен бәлеқор емеспін. Мен еңбек ақымды сұрап келіп отырмын ғой. Мал бағу оңай ма? Мал бағу жоқ, оңай емес. Бала шағаңыз бәрі соған су тасып жүр. Иә, бала шағам, 5-ші класс оқитын балам бағып келетін өзі майда малды. Күйеуім үйде болмаған кезде сол балам бағатын. Иә, күйеуім осы кісілер ақша бермегеннен кейін мен жұмысқа тұрғыздым. Енді бала шағама тамақ керек, киім керек, содан кейін жұмысқа тұрғыздым. Құрметті халқым, бас прокурор, маған көмек берулеріңізді сұраймын. Смайыл Нұрлан малым бақтырып, менің еңбек ақымды бермей жатыр. Менің 4 бала шағам бар. Бала шағамен бірге, сояқта сол малды бақтық бәріміз бірге. Суын беріп, жемін беріп, жайып келіп, бәрін қарап отырдық.